Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 4-ші сынып математика пәні 20-шы сабақ көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу тақырыбы. Бірінші тапсырма. Есептеуді дұрыс орындасаң, мына сөздерді кім айтқанын білесің. Ол сөздердің мағынасын қалай түсінесің? Егер ісің оңға басқанын қаласаң, ойланып барып кіріс. Бұл сөзді кім айтқанын анықтау үшін 218.645-ті 3-ке көбейтеміз. 655.935 бұл. Демек, бұл сөзді Абай Құнанбаев айтқан екен. Келесі, білімнің саны емес, сапасы маңызды. Ең қажеттісін білмей-ақ өте көп білуге болады. Бұл сөзді кім айтқанын анықтау үшін 239.125-ті 3-ке көбейтеміз. 717.375 болады. Демек, бұл сөзді Лев Толстой айтқан екен. Екінші А тапсырмасы. Есептеудің өзіңе белгілі тәсіліне қара. Көп таңбалы сандарды есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. 203 көбейту 6. Бірінші 3-ті 6-ға көбейтеміз. 18 болады. 8-ін жазамыз, 1-ін ойда сақтаймыз. 0-ды 6-ға көбейтеміз, 0 болады. Ойдағы 1-мен 1 болады. 2-ні 6-ға көбейткенде 12 болады. Жауабы 1218. Келесі, 2003-ті 6-ға көбейтеміз. 3-ті 6-ға көбейткенде 18, 8-ін жазып, 1-ін ойда сақтаймыз. 0-ды 6-ға көбейткенде 0, ойдағы 1-мен 1 болады. 0-ды 6-ға көбейткенде 0 болады. 2-ні 6-ға көбейткенде 12 болады. Жауабы 12.018. Келесі, 20.003-ті 6-ға көбейтеміз. 3-ті 6-ға көбейткенде 18, 8-ін жазып, 1-ін ойда сақтаймыз. 0-ды 6-ға көбейткенде 0, ойдағы 1-мен 1 болады. 0-ды 6-ға көбейткенде 0 болады. 0-ды 6-ға көбейткенде 0 болады. 2-ні 6-ға көбейткенде 12 болады. Жауабы 120.018 болды. Екінші Ә тапсырмасы. Түсіндіре отырып баған түрінде есепте. 2008-ді 6-ға көбейтеміз. 8-ді 6-ға көбейткенде 48, 8-ін жазамыз, 4-ін ойда сақтаймыз. 0-ге 6-ны көбейткенде 0, ойдағы 4-ті жазамыз, 4. 0-ді 6-ға көбейткенде 0 болады. 2-ні 6-ға көбейткенде 12 болады. 12.048. Келесі, 22.005-ті 3-ке көбейтеміз. 5-ті 3-ке көбейткенде 15, 5-і түсіп 1-і ойда. 0-ді 3-ке көбейткенде 0, ойдағы 1 түседі, 1. 0-ді 3-ке көбейткенде 0, 2-ні 3-ке көбейткенде 6, 2-ні 3-ке көбейткенде 6. 66.015. Келесі, 10.507-ні 5-ке көбейтеміз. 7-ні 5-ке көбейткенде 35, 5-ін жазып, 3-ін ойда сақтаймыз. 0-ді 5-ке көбейткенде 0, ойдағы 3-ті жазамыз. 5-ті 5-ке көбейткенде 25, 5-ін жазып, 2-сін ойда сақтаймыз. 0-ді 5-ке көбейткенде 0, ойдағы 2 түседі. 1-ді 5-ке көбейткенде 5 болады. 52.535. Келесі, 7006-ны 6-ға көбейтеміз. 6-ны 6-ға көбейткенде 36, 6-сын жазамыз, 3-ін ойда сақтаймыз. 0-ді 6-ға көбейткенде 0, ойдағы 3 түседі. 0-ді 6-ға көбейткенде 0, 7-ні 6-ға көбейтеміз. 42 болады. 42.036.
Үшінші А тапсырмасы есептеудің өзіңе белгілі тәсіліне қара. Көп таңбалы сандарды есептеу қалай орындалғанын түсіндір. Қысқаша жазба қалай орындалады. 1218-ді 6-ға бөлгене. Бірден қайыра алмаймыз, өйткені 1 6-ға жетпейді, сондықтан 12-ден қайырамыз. 12-ге толу үшін 2-ден береміз. 6-ны 2-ге көбейткенде 12 болады. 12-ден 12-ні азайтамыз, 0 болады. Енді мына 1-ді түсіреміз. 1 6-ға жетпейді, сондықтан 0-ден береміз. Енді мына 8-ді түсірсек болады. 18. 18-ге толу үшін 3-ден береміз. 6-ны 3-ге көбейткенде 18. 18-ден 18-ді азайтамыз, 0. Жауабы 203 болды. Келесі есепте 12018-ді 6-ға бөлеміз. 12-ден қайырамыз, 2-ден береміз. 6-ны 2-ге көбейткенде 12, 12-ден 12-ні азайтқанда 0. Мына 0-ді түсіреміз. 0-ден береміз, 6-ны 0-ге көбейткенде 0 болады, 0-ден 0-ді азайтқанда 0. Енді мына 1-ді түсіреміз, 1 жетпегендіктен тағы 0-ден береміз. Мына 8-ді түсіреміз, 18, 3-ден береміз, 6-ны 3-ге көбейткенде 18 болады. 18-ден 18-ді азайтамыз, 0. Келесі есепті де дәл солай шығарамыз. Мына 2 0 берген кезде мұнда да 2 0-ді жазамыз. Үшінші Ә тапсырмасы түсіндіре отырып жазбаша түрде есепте. Тексер. 2010-ды 2-ге бөлеміз. 2-ден қайырамыз. 1-ден береміз. 2-ні 1-ге көбейткенде 2 болады. 2-ден 2-ні азайтамыз, 0. Мына 0-ді түсіреміз. Мұнда 0-ден береміз. 2-ні 0-ге көбейткенде 0 болады. 0-ден 0-ді азайтамыз, 0. Мына 1-ді түсіреміз. 1 жетпейді, сондықтан 0-ден береміз. Мына 0-ді түсіреміз. 10. Енді 5-тен береміз. 2-ні 5-ге көбейткенде 10 болады. 10-нан 10-ды азайтамыз, 0. Жауабы 1005 болды. Енді дұрыстығын тексереміз. Оны тексеру үшін 1005-ті 2-ге көбейтеміз. 2-ні 5-ге көбейткенде 10 болады. 0-ы түсіп, 1-і ойда. 0-ді 2-ге көбейткенде 0, ойдағы 1 түседі. 0-ді 2-ге көбейткенде 0 болады. 1-ді 2-ге көбейткенде 2 болады. Сонда бастапқы 2010 саны шықты. Келесі 15012-ні 2-ге бөлеміз. 1 жетпейді, 5-тен қайырамыз. 15. 7-ден береміз. 2-ні 7-ге көбейткенде 14. 15-тен 14-ді азайтамыз, 1 қалады. Мына 0-ді 1 жетпейді, 0-ді түсіреміз. 10. Енді 5-тен береміз. 2 жердегі 5-ім 10 болады. 10-нан 10-ды азайтамыз, 0. Мына 1-ді түсіреміз. 1 жетпейді. Сондықтан 0-ден береміз. 2-ні түсіреміз. 12. Енді 6-дан береміз. 2-ні 6-ға көбейткенде 12 болады. 12-ден 12-ні азайтамыз, 0. Жауабы 7506. Дұрыстығын тексеру үшін 7506-ны 2-ге көбейтеміз. 6-ны 2-ге көбейтеміз. 12, 2-сі түсіп 1 ойда. 0-ді 2-ге көбейткенде 0, ойдағы 1 түседі. 5-ті 2-ге көбейткенде 10, 0-і түсіп 1 ойда. 7-ні 2-ге көбейткенде 14, ойдағы 1 мен 15. Бастапқы 15012 саны шықты. Келесі 60018-ді 3-ке бөлеміз. 6 3-ке жетеді, 6-дан қайырамыз. 2-ден береміз. 3-ті 2-ге көбейткенде 6 болады. 6-дан 6-ны азайтамыз, 0. Мына 0-ді түсіреміз. 0-ден береміз. 3-ті 0-ге көбейткенде 0. 0-ден 0-ді азайтамыз, 0 болады.
Мына 0-ді түсіреміз, тағы 0-ден береміз. 3-ті 0-ге көбейткенде 0 болады, 0-ден 0-ді азайтамыз, 0. 1-ді түсіреміз, 1 3-ке жетпейді, сондықтан тағы 0-ден береміз. 8-ді түсіреміз, 18. Енді 6-дан береміз. 3-ті 6-ға көбейткенде 18. 18-ді 18-ді азайтқанда 0 болады. Жауабы 20.006. Дұрыстығын тексереміз. Ол үшін 20.006-ға 3-ті көбейтеміз. 6-ны 3-ке көбейткенде 18, 8-і түсіп 1-і ойда. 0-ге 3-ті көбейткенде 0, ойдағы 1 түседі. 0-ді 3-ке көбейткенде 0, 0-ді 3-ке көбейткенде 0, 2-ні 3-ке көбейткенде 6. Сонда бастапқы 60.018 саны шықты. Келесі есептерді де дәл осылай шығарамыз. 12.006-ны 3-ке бөлгенде 4002 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 4002-ні 3-ке көбейтеміз. Бастапқы 12.006 саны шығады. Келесі 105.432-ні 4-ке бөлгенде 26.358 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 26.358-ді 4-ке көбейтеміз. 105.432 шығады. Міне бастапқы сан. Келесі 615.615-ті 3-ке бөлеміз. 205.205 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 205.205-ті 3-ке көбейтеміз. Бастапқы 615.615 саны шығады. Келесі 841.240-ті 4-ке бөлгенде 210.310 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 210.310-ды 4-ке көбейтеміз. Бастапқы 841.240 саны шығады. Келесі 661.083-ті 3-ке бөлеміз. 220.361 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 220.361-ді 3-ке көбейтеміз. Бастапқы 661.083 саны шығады. Төртінші тапсырма. Есепте өзара байланысты өрнектерді тап. Бірінші 184.308-ді 3-ке көбейтеміз. 552.924 болады. Ал дұрыстығын тексеру үшін 552.924-ті 3-ке бөлеміз. Бастапқы 184.308 саны шығады. Сонда бұл өрнек мына өрнекпен байланысты екен екеуі. Келесі 80.599-ды 2-ге көбейткенде 161.198 болады. Ал дұрыстығын тексеру үшін 161.198-ді 2-ге бөлеміз. Бастапқы 80.599 шығады. Демек, бұл өрнектің тексеруі мына өрнек болады екен. Сонда екеуі өзара байланысты. Келесі 42.777-ні 4-ке бөлгенде 10.693 болады. Ал дұрыстығын тексеру үшін 10.693-ті 4-ке көбейтеміз. Бастапқы 42.772 шығады. Сонда бұл өрнектің тексеруі мына өрнекке сәйкес келеді. Екі өрнек өзара байланысты. Бесінші тапсырма. Есепті шығар. Мектеп кітапханасының кітап қорын толықтыру үшін әрқайсысы 932 теңгеден 8 сөздік, 1758 теңгеден 5 энциклопедия және 784 теңгеден 7 ертегілер жинағы сатып алынды. Кітаптарды сатып алу үшін барлығы қанша ақша жұмсалды? Ең алдымен сөздіктің құнын анықтайық. 932 теңгеден 8 дана 8-ге көбейтеміз. 7456 болады. Бұл сөздік.
Енді энциклопедияны анықтаймыз. 1758-ді көбейтеміз 5 данаға. 8790 болады. Бұл энциклопедия. Келесі ертегілер жинағын анықтаймыз. Ол 784 теңгеден 7 дана, 7-ге көбейтеміз. 5488 болады. Бұл ертегілер. Енді барлығын анықтаймыз. Барлығын анықтау үшін сөздікті 7456, оған энциклопедияны қосамыз 8790. Және ертегілер жинағын қосамыз 5488. 21734 теңге болады. Жауабы: кітаптарды сатып алу үшін барлығы 21734 теңге жұмсалды. 6-шы тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Бірінші есепке қараймыз. Бірінші бөлу амалы орындалады. Екінші көбейту. Үшінші бөлу. Төртінші көбейту. Бесінші азайту. Алтыншы қосу. Жетінші азайту амалы орындалады. Амалдарды ретімен орындаймыз. Бірінші 98-ді 49-ға бөлеміз. 2 болады. Екінші амал 2-ге 50-ді көбейтеміз. 100 болады. Үшінші амал 54-ті 18-ге бөлеміз. 3 болады. Төртінші амал 3-ті 26-ға көбейтеміз. 78 болады. Бесінші амал, мына жерде 100 шыққан, сол 100-ден 78-ді азайтамыз. 22 болады. Үшінші амал 22-ге, алтыншы амал 22-ге, мына аралықта 78 шыққан, сол 78-ді қосамыз. 100 болады. Жетінші амал 100-ден 77-ні азайтамыз. 23 болады. Өрнектің мәні 23-ге тең. Екінші есепте бірінші көбейту амалы, екінші бөлу, үшінші көбейту, төртінші азайту, бесінші қосу, алтыншы қосу, жетінші қосу амалы орындалады. Бірінші амал 13-ті 7-ге көбейтеміз. 91 болады. Екінші амал 81-ді 27-ге бөлеміз. 81 бөлу 27. 3 болады. Үшінші амал 3-ті 18-ге көбейтеміз. 54 болды. Демек, мына аралықтан 54 саны шықты, ал мына екеуін көбейткенде 91 болды. Енді төртінші амал. 91-ден 69-ды азайтамыз. 22 болады.
Бесінші амал 22-ге 46-ны қосамыз. 68 болады. Алтыншы амал 68-ге мына жерден шыққан 54-ті қосамыз. 68-ге қосамыз 54-ті. 122 болады. Жетінші амал 122-ге 17-ні қосамыз. 122-ге қосамыз 17-ні. 139 болады. Өрнектің мәні 139-ға тең болды. Үшінші есепке қараймыз. Бірінші көбейту, екінші көбейту, үшінші азайту, төртінші қосу, бесінші қосу, алтыншы азайту амалы орындалады. Өрнектің мәні 82-ге тең. Төртінші есепке қараймыз. Бірінші бөлу, екінші көбейту, үшінші бөлу, төртінші азайту, бесінші қосу, алтыншы қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 149-ға тең. Жетінші тапсырма. Есепті шығар. 660 теңгеге альбом, бояу және қарындаш сатып алғаны белгілі. Альбом мен бояуға 585 теңге, ал бояу мен қарындашқа 300 теңге төленді. Альбом, бояу және қарындаш жеке-жеке қанша теңге тұрады? Альбом мен бояу 585 теңге. Сонда бұл жерден қарындашты анықтауға болады. Ол үшін барлығы 660 теңгеден азайтамыз альбом мен бояудың бағасын 585 теңгені. 75 теңге болады. Бұл қарындаштың бағасы. Енді бояу мен қарындаш 300 теңге. Бұл жерден альбомды анықтауға болады. Оны анықтау үшін барлығы 660 теңгеден 300 теңгені азайтамыз. 360 теңге болады. Бұл альбом. Қарындаш пен альбомды анықтадық. Енді бояуды анықтау үшін барлығы 660 теңгеден альбом мен қарындаштың қосындысын азайтамыз. 360 қосу 75. 225 теңге болады. Бұл бояу. Жауабы: альбом 360 теңге, бояу 225 теңге, қарындаш 75 теңге тұрады. 8-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Периметрлері 8 сантиметрге тең екі түрлі тік төртбұрышсыз. Осы тік төртбұрыштардың ауданын есепте және оларды салыстыр. Бірінші тік төртбұрышқа қараймыз. Ұзындығы 3 сантиметр, ені 1 сантиметр. А тең 3 сантиметрге, Б тең 1 сантиметрге. Периметрін анықтаймыз. Периметрін анықтау үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. 3-ке 1-ді қосқанда 4, 2-ге көбейткенде 8 сантиметр болады. Енді ауданын есептейміз. Ауданын есептеу үшін С1 деп алайық. Ұзындығы мен енін көбейтеміз. 3 пен 1-ді көбейтеміз. 3 көбейту 1. 3 сантиметр квадрат болады. Енді екінші тік төртбұрышты есептейміз. Ұзындығы да, ені де 2 сантиметрге тең. Бұл шаршы. Периметрін анықтау үшін барлық қабырғасы бірдей болғандықтан А көбейту 4 болады. Сонда 2-ні 4-ке көбейтеміз. 8 сантиметр.
Ауданын есептейміз. S2 болады. Ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтеміз. 2 көбейту 2. 4 сантиметр квадрат болады. Енді 2 тіктөртбұрыштың аудандарын салыстыратын болсақ, S1 3 сантиметр квадратқа, S2 4 сантиметр квадратқа тең. Сонда S2 үлкен. 9-шы тапсырма. Тапсырманы орында. Мектеп кітапханасындағы бірінші сөреде 5 кітап, ал екіншісінде 10 кітап тұр. Оқырмандар бірнеше кітапқа тапсырыс берді. Егер сөреде 9 кітап қалса, онда қанша кітапқа тапсырыс берілді? Шешуі: бірінші барлық кітапты анықтап аламыз. Ол үшін 5 кітапқа 10 кітапты қосамыз. Одан қалған 9 кітапты азайтамыз. 5-ке 10-ды қосқанда 15, 15-тен 9-ды азайтамыз. 6. Жауабы: 6 кітапқа тапсырыс берілді. Енді сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сөредегі барлық кітаптар орнында қалуы мүмкін бе? Бірінші сөредегі барлық кітаптар орнында қалуы мүмкін. Екінші сөреде барлық кітаптар орнында қалуы мүмкін бе? Екінші сөреде барлық кітаптар орнында қалуы мүмкін емес. Бірінші сөреден неше кітапқа тапсырыс беруге болады? Екінші сөреден неше кітапқа тапсырыс беруге болады? Бірінші сөреде 5 кітапқа, екінші сөреде 10 кітапқа тапсырыс беруге болады. Барлық мүмкін жағдайларды қарастыр. Бірінші сөреден 1 кітап, екінші сөреден 5 кітап тапсырыс беруге болады. Бірінші сөреден 2 кітап, екінші сөреден 4 кітап. Бірінші сөреден 3 кітап, екінші сөреден 3 кітап. Бірінші сөреден 4 кітап, екінші сөреден 2 кітап. Бірінші сөреден 5 кітап, екінші сөреден 1 кітап тапсырыс беруге болады. 10-шы тапсырма. Есепте. 1508-ді 8-ге көбейткенде 12064 болады. 2703-ті 9-ға көбейткенде 24327 болады. 6940-ты 6-ға көбейткенде 41640 болады. 8005-ті 8-ге көбейткенде 64040 болады. 1204-ті 7-ге көбейткенде 8428 болады. 81903-ті 8-ге көбейткенде 655224 болады. 606-ны 5-ге көбейткенде 3030 болады. 904-ті 7-ге көбейткенде 6328 болады. 3007-ні 8-ге көбейткенде 24056 болады. 6550-ді 4-ге көбейткенде 26200 болады. 1907-ні 8-ге көбейткенде 15256 болады. 34605-ті 8-ге көбейткенде 276840 болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.